Қадірсіз қарттық. Авторы Ахнабат Айтуова. Сәлім шалдың мұнда келгеніне 2 айдан асып кеткен. Әуелгіде өз-өзінен булығып жан-жағынан қымсынып жүрді. Бажайлап көзін тігіп, бұрынғы таныстарын кездестіріп қалып қысылып қалам ба деп қаранып қойды. Бірақ Сәлімнің бағына қарай ешкімді танымады. Барлығы Құдайдан үмітін үзгендей түңілген, түнерген, салы суға кеткенде иықтары салбырап, арқалары бүгілген, қабақтары қатулы, көздерінің оты қашқан, бір абыржыған, абдыраған жандар. Барлығы зейнет жасындағылар. Белдері бүкшейіп, бірі бүк түсіп жатса, бірі дәлізде теледидар көріп жамылғысын оранып отыр. Әлденеге басын изеп, мардымсыз ғана жымиып, қайтадан экранға қарап қояды. Сәлім бүгін ширақтау сияқты, денесін түзеп жүре алды, басы да айналмады. Бөлмесіне кіре берісте, дәліздің ортасына қабырғаға жақын қойылған айнаға тоқтап, бұрылып өзіне қарады. Өзі де мына отырған шал-шауқандар сияқты иығы салбырап, жүдеу тартқан жүзінен үреймен қобалжу ма, әлде Құдайы есіне түскендей сабырлық па, не екенін әлі де аңғарып болар емес. Қара басы қауқиып қартайғанда келіп тірелген жері осы қарттар үйі болып та әйтеуір. Мұндай сорлы бейбақтарды қарайтын орынның болғанына да шүкір-ау деп қойды. 3 күннен кейін тозаққа да үйренеді деген осы екен. Бұл келгенде жерде қар бар, сақылдаған сары аяз еді. Қаңтардың соңғы жағыма, күннен де жаңылсайын депті ғой. Әйтеуір қытымыр аяз өтіп, жылы лебін соғып, көктемде келіп қалды. Бұл сорлы шалды тоңдырған да, қалтыратқан да қыстың қаңтарының суық емес. Ол өз туған ұлының бұған ақия қарап атып жіберердей болған отты көздерімен жуан жұдырығы еді. Басқа жалғыз ұлдан мұндайды көрем деп ойлап па? Шалды соғып ұрып алды да, ауызғы бөлменің терезесін ышқына айқайлап жүріп, сол жалаңаш қолдарымен тарс-тарс еткізіп сындырып, саусақтарының арасынан аққан қанға қарамай, сынған шынылардың үстін тағы да сабалап, есі кеткен адамша арындап айқайға басқаны. Шал есеңгіреп отырып есінде қалғаны, баласы. Көзімізді ашқалы бізге не көрсеттің? Шешемнің сенен таяқ жемеген күні бар ма? Көзі тірісінде анашымды сенен қорғауға да батылым жетпейтін сүмелек күшік болдым. Ішкенің, ұрғаныңмен қоймай басқа қатындарға барып, бүкіл елге қарауға бетіміз жоқ болды. Ең болмаса анам ауырып жатқанда жанашырлық танытпадың ғой. Өмірің өзіңе ғана қызық болды. Ал біз Тозақта жүрдік. Сенің азабыңнан шешем ауру болды, жаман ауруға ұшырады. Бірақ бізге тәрбие берді. Жылап жүріп, құлап жүріп, сенің бар жоғыңды білдірмеді. Сен күштісің, анам әлсіз дейтінем. Анам ең мықты адам болыпты ғой. Азғын, сен өлуің керек еді. Әлі алмай жер басып жүрсің. Келін шығып баламды итеріп жібермегенде үлкен қазанның шойын қақпағымен басынан тағы да ұрғалы келе жатыр еді. Шалда қорыққаннан ба әлде қан қысымы көтерілді ме, талып қалған. Келіні жедел жәрдем шақыртып, шалды ауруханаға алып кеткен. Басы салбырап, үйге қайтармын деп ойлаған. Баланың ашуы басылар деген еді. Үн-түнсіз ауруханадан шығарды да, құжаттарыңды ыңғайлап қойдым. Енді сен бізбен бірге тұрмайсың. Саған өзіңе лайық жерді дайындадық. Ешқандай сұрақ қойма, менен ештеме өтінбе. Сосын өтірік жылама. Шешем өлгенде де көзіңнен бір тамшы жас тамған жоқ. Сен тірі жүргенде нағашылармен де дұрыстап араласа алмайым. Сәлім баласына қарап, Айбек-ау, менен бір қателік кетті деп енді бұрыла беріп еді. Баласы сұқ саусағын әкесінің көзіне тығып ала жаздап шұқшитып, сен 40 жылдан бері қате жасап жүрген адамсың. Енді сол қателігіңді біздің қасымызда жүріп емес, осы жерде жүріп өткерерсің. Мүмкін ойыңда арыңда оянар. Мен сенен шаршадым. Ол үйде саған орын жоқ. Менің отбасыма, өзіңнің әйеліңе, менің шешеме жасаған қоқан-лоққыны жасай алмайсың, деп қолын сілкіп, қайта тартып алды. Баласының жүзі жебірейілдей қатты болды. Машинада осы кезде тоқтай қалды. Жеттік, түс көліктен жүр деді. Өткендегі баласынан алған 1-2 соққысы ма, әлде сөзінің өткірлігі ма, әлде арғы жағында өзіне деген ішіндегі аянышты жиіркеніш па, Сәлім шал баласының соңынан ере берді. Бұл жақта бұларды күтіп тұрғандай қабылдау бөлімінен ақ халат кигендер шыға келді. 1-2 қағаздарға қол қойысты да, баласы үнсіз шықты да кетті. Іштегі етжеңді келген орта жастан асқан жігіт өзін Жақан деп таныстырды. Сөйтті де Сәлімге 2-ші қабаттан бөлмесін көрсетті. Ақсақал, қазір 5-ін астың уақыты келеді. Сіз жаймендеп осы араға үйрене беріңіз. Сосын ертеңнен бастап сізді біздің медиктер қарап шығады.
Сіз жақында ғана ауруханадан шықтыңыз ғой. Әзірге денсаулығыңыздан қандай шағым бар, маған айтып қойыңыз, деді. Сәлім: ешқандай шағымым жоқ. Мен жатып демалайын, шаршап тұрмын, деп кербетіне отыра қалды. Дәлізден таяғын тықылдатып еңкіш тартқан тағы бір шал кіріп келді. Әлгі жалғасқа қарап: ай, сен бала, маған Насыбайды бүгін әкелем деп едің, бүгіндікке мойын созып қарап қоям, бар ма жоқ па, тағы да ұмытып кеттім десең, мына таяқ қазір басыңа тиеді. Жалғас қарқылдай күліп: ой, Базеке, ол не дегенің, міне Насыбайың, маған сушняк қайда, пенсияны қалтаға басып жүре бересіңдер, ей, дегені сол еді. Құтырма сен бала, сушнягыңды кеше алып бергем. Сен ол кезде Насыбай алуды ұмытып кеттің дедің. Мен әзірге алжыған жоқпын, әкел андағыңды, деп кетік тістерінің арасынан сақылдай сөйледі. Болды Базеке, бір ауыз сөзін қой, деп жалғасы да айылын жия қойды. Сәлімге қарап: ассалаумағалейкум. Төмендегілер жаңадан адам келді деп атыр еді. Менің қасыма түскен сен екен ғой. Сәлім аузын жыбырлатып басын изегендей болды. Бір бөлмеде өзімен өзі жатқысы келіп еді. Мына аузына Насыбай атқан шал әңгімесін езіп мыжып миын ашытпаса болар еді деп тырсып қалды. Мұның жақтырмағанын байқады ма, әлгі шалды аузына Насыбайын атып алды да бір бума ширатылған түйіршікті тартпасына лақтыра сап, қайтадан таяғын тықылдатып жәймендеп шығып кетті. Бесін асқа бармады. Осы уақытқа дейінгі дәурені көзден бұлбұл ұшып, сәмсіреген көкірек кеудесі сұлық түсіп жатты. Кішкентайынан әке-шешесінен бір иш жай көрмеді. 4 қыздан кейінгі жалғыз ұл. Әкесі бұл жігіт боп қалғанда қайтыс боп кетті. Өзі қалада сол кездегі барлық дүкендердің үстінен тексеру жүргізетін. Ол қайтыс болған соң анасы өз төркініне осы ауданға көшіп келеді. Ол кезде қыздардың барлығы күйеуге кеткен, тек Сәлім қалған. Ауданның бұзықтарына қосылып ащы судан тартып, әр жерден бір төбе көрсетіп жүрді. Ішкенімен қоймай қыздарды да шыркөбелек айналдырып, жеңіл желпі жүріске әкенің жинап теріп кеткен дүниесі мен мал мүлкін еркін тауысып болды. Анасы өмірінде жұмыс істемеген, бірақ әкесі қағаз дайындап беріп кеткен екен, сол қағаздың арқасында зейнетақы алып жүрді. Сәлімнің жоғары оқу орнына түсуге шамасы жетпей, әскерге барып келген соң техникум бітірді де әр жерде бір жұмыс жасап жүрді. Сөйтіп жүріп 30-ға тақалғанда сол ауданда асханада жұмыс жасап жүрген уыздай жас қызға үйленеді. Қанша қыздың ішінен таңдап алып едім, қазір түрінен түр қалмады. Қашан қарасаң тырсып-бүрісіп, етегіне сүрініп, 6 бала туып еді, оның 3-еуі тірі қалыпты. Қалғаны 6 айлық бір жасқа дейін шетінеп кетті ғой, деп өзімен өзі күңгірсіп жүретін. Неге екенін қайдам, дәл қазір Сәлімнің көз алдына әйелінің уылжыған жап-жас кезі келді. Я, әп-әдемі майысып сызылып тұратын қыз еді. Анасы екеуі жақсы тіл табысты. Тек менің сол баяғы ішіп алып қыдыратын ортама тартып кетіп, қыз қырқынның соңынан қуып кететін жаман әдетімнен басталыпты ау бәрі де. Ақшам таусылып, қалтам тесілуге шақ қалғанда әйтеуір үйді тауып келетінмін. Сол есалаңдығыммен қоймай, қайда болдың? Балдарға керек жарағын алатын ақшан қайда деген әйелімнің сұрағанына да, жылағанына да айқаймен, ұрып соғумен ғана жауап берушем. Сол қыдырып жүріп, арақ ішіп, темексін будақтатқан шолақ етек, шолжан қатындардың қасында менің айғаншам патшайым екен ғой деп қойды. Қанша қыдырып келсе де, ақырып жегісі де, төсегі тап түйнақтай, ішер асын алдына дайындап қоятын. Оны қайдан таптың, не үлгірттің демейтін. Әйелінің қолынан піскен тамақ тіл үйретін. Құрылыста жүргендер, алыс жолаушыларға арнап асханада жұмыс жасайтындар үйде отырған айғаншаны арнайылап шақыртып алатын. Бірақ жұмыс істеп жүргенін көрсе, осы Сәлім дымын қоймай ұрысып, езеуреп, айдаладағы еркектерден қызғанған боп, жұлқылап үйге алып келетін. Я өз тапқанның берекесі жоқ, я әйеліне жұмыс істетпей арпалысып өмірі өтті-ау. Өмірдің ащысын көтере алмай айғаншасы да мұны осы тозақты көрсін деп тастап кеткен екен ғой деп, әлі сол әйелін кінәлап та қойды. Сөйтті де көзіне келген жасты іркіп сүртіп, жан-жағына қарады. Есіне 2 қызы түсті. Қыздарым деп бір есіркеп, бала кездерінде не керегін, не қалайтынын сұрамаппын. Оларды шешем үшін туғыздырғандаймын. Екеуіне де тәтелері қарасады, киіндіреді, қыдыртады. Өздері тұрмыс құратын жасқа жетіп, тіптен асып кеткен. Бірақ неге күйеуге тимей жүр екен? Менің мұнда жатқанымды білер ме екен деп ойлап қойды. Бірақ білгенде ше, мен оларға қарамадым, әкелік жылуымды көрмеді.
Олардан да енді жақсылық күтпеймін деп тарс түйіліп жатып қалды. Осылайша сүрлеусіз күндер, бір-біріне ұқсас күндер өтіп жатты. Енді міне көктем де шығып, қарттар үйіндегі қартайған әжелерді, аналарды құттықтаймыз. 8 наурыз аналар күнімен құттықтаймыз деп бір топ өнерпаздар мәдениет үйінің жастары келді. Мұндайды көрмегелі қай заман, кәдімгідей серпіліп, көңіліміз көтеріліп қалды. Концерт біткеннен кейін мекеме басшысы бір жас қызды бәрімізге таныстырды. Бұл жаңадан келген маман, бізбен бірге осы ұжымға қосылып жатыр. Сіздерге көмектеседі, психологиялық қолдау көрсетеді. Егер көмек керек болса, айтыңыздар. Бүгіннен бастап сіздердің құжаттарыңызды қарайды. Сіздерді депрессияға түсіп кетуден, ауырып қалудан алдын аламыз. Сондықтан да мұндай мамандар бізге тапшы. Бұрынғы апайымыз зейнетке шығып кеткен. Енді міне жаңашылдық әдістермен жастар жұмыс жасайтыны бізді қуантады. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік деп жиналысты аяқтады. Бәріміз қауқылдасып тарқастық. Дәлізден өтіп бара жатып психологтың бөлмесіне қарап қойды. Қыз шұқшиып қағаздан баса алмайды. Осылайша бірер апта тағы өтті. Еркін өмір сүріп кішкентайымнан әке-шешемнен қағу көрмей, жастығымды жаспын дедім. Сәл ақша тапқанымды мастығыммен маспын дедім. Өмір бақи осылай шалқып жүре берем деп ойлап едім. Өз ұлым аяқ қолымды бунап байлағандай қылып, осында кеп тастады. Я жастықтың, я есейіп ескіріп әйел бала шағамның, я өзімнің қадірімді білмеппін. Осылайша ойланып екі қолымен екі шекесін ұстап отыр еді. Қасына келіп мұның иығынан біреу түрткендей болды. Басын көтерді. Әлгі психолог қыз екен. Көке, мазаңыз болмай отыр ма? Ішіңізде сырыңыз болса маған айтыңыз, мүмкін жеңілдеп қаларсыз. Мүмкін шешуін таппай жүрген ойларыңызды реттерсіз. Сіз қарсы болмасаңыз, мен мұнда орындыққа отырсам болады ма деді. Сәлім, отыра бер. Мен мұнда кіріптар адаммын ғой деді. Психолог өзін Айнұр деп таныстырды. Көке, атыңыз кім? Есімім Сәлім. Жасым болса 70-ке тақап қалды. Меннен не сұрайсың? Қайбір сыр бар дейсің менде. Өз-өзімнің түбіме жеткен адаммын ғой. Менде бәрі болды. Әкенің жиып кеткен дүние мүлкі, отбасым, қадіріне жете алмаған әйелім. Менің жасаған кінәларым мен күнәларымды бетіме басып, менен теріс айналған ұл мен қыздарым. Бір сұрқы жоқ, осындай өмір ғой. Оған кімді кінәлайсыз? Кімді кінәлаймын? Мүмкін әке-шешем қатты болу керек педі. Әлде Құдай мені солай жетесіз қып жаратты ма, білмеймін ғой. Осы күнге қалай түсіп қалғанымды білмеймін. Ұлыңыз қандай күнәңізді бетке басты? Ашып айта аласыз ба? Әрине, оны айтпасаңыз да болады. Бұдан әрі сұрамаймын, деді психолог. Сәлім сәл ойланды да, ортам нашар болды. Дүние мүлкімді, өз тапқанымды далаға шаштым. Әйелімнің көзіне шөп салдым. Қызық қуып шегіртке болып жүрдім. Ал әйелім жаман ауруға ұшырап қайтыс болды. Отбасыңыздан басқа сізді ойлап жаны ашитын немесе сіз басыңызды тірей алатын жер бар ма, туыстарыңыздың арасынан болсын, деп сұрақ қойды. Отбасымда, туыстарымда теріс қараған деп ұзақ отырды. Сосын басын көтере қарап, ұмыт қалған бірдемесін тауып алғандай, есіне бірдеме түсіре алмағандай ұзақ отырды. Ондай бақта маған бұйырмаған ғой. Ол қайтсын мені деп қайтадан иығы салбырай орнында қалшиып қалды. Сіздің есіңізге бір қимасыңыз түскендей ма қалай деп қыз жымиды. Мен қимай жүрмедім. Менің ол есімде де қалмай баратыр екен. Бірақ ол қыз маған ғашық еді. Мен айлығымды алып қыдырып кететін жаман әдетім бар түгін. Айлығым түспей қалса, әке-шешемнен қалған қымбат дүниелерді сатып жүре беретінмін. Сөйтіп жүріп жұмысшылардың жатақханасында бір қызбен таныстым. Оған отбасылы екенімді айтпадым. Ол да базарда кішігірім сауда жасайтын. Оған заттарын тасып қасында сауда жасаған боп арагідік ақша тауып беріп тұратынмын. Содан бір күні үлкен тәтем мені көріп қойып, дымымды қоймай ұрысты. Әлгі жас қызды қимасам да үйге кетуге тура келді. Содан басқа қалаға жұмыспен ауып бара жатырмын деп едім. Ол, 2 қабатпын, екеуміздің баламыз болады. Мен сені қатты жақсы көрем, кетпеші. Жұмыс осы жақтан да табылып қалар, басқа қалада не бар? Мен мұндамын ғой, үйленейік. Мына балаға әкесі кім деп айтам деп қарап тұр. Мен тіптен ат-тонымды ала қаштым. Содан бері ол қызды көрмедім деп әңгімесін бір үзіп, психологтың бетіне қарай қалғаны сол екен. Оның жүзі сұрланып, тіптен құп-қу боп кетіпті. Қапелімде не болғанын түсінбей шал абдырап қалыпты.
Қыз шытынай бір қарап, орнынан атып тұрды да бөлмеден жұлқына шығып кетті. Сәлім бұл жас қызға өзінің жексұрын өмірі ұнамаған екен деп ойлады. Және неше жылдар өткен соң әлгі жатақханадағы қыздың неге есіне түскен түсінбей де қалды. Демалыстардан кейін түске таман әлгі психолог қыз «Көке, менің бөлмеме келіп кетіңізші» деп шақырып, өзі тоқылдап алдына түсіп кетіп қалды. Шал сүйретіліп оның соңынан ілесті. Қыз столына жайғасып отырып алыпты. Бір қағаздардың арасынан ескі суретті алды да мұның алдына тастады. Кеше майын тамызып мақтанып айтып бергендегі жылатып тастап кеткен қызыңыз осы қыз ба деді. Суретті алып қарап, Сәлім есінен танып қала жаздады. Ол қызбен бірге түскен суреті. Өзінің жас кезіндегі екеуі қол ұстасып түскен кезет. Мен қандай ақымақ болғамын. Қадірін білмеген кезеңдерім қатар-қатарымен көзден ғайып болып жатқанын қарашы деді. Қыз, менің анам сізді қалай суреттегенін айтып берейін ба? Сіз теңдесі жоқ мықты адамсыз. Сіздің ғана қолыңыздан келетін мамансыз. Сосын сізді басқа қалаға қызметке ауыстырып жіберген. Сөйтіп жүріп бізге жетем деп жүргеніңізде жол апатынан қайтыс болып кеткенсіз. Құдайға шүкір, менің анам әйтеуір сізді өлдіге санапты. Ал маған әкең мықты, сен де мықты бол деп өсіріп еді. Сізді көріп, өмірімнің күл талқаны шыға жаздады. Менің анам тірі. Бірақ оған сіз туралы бір ауызды айтпаймын. Ол сізді өз жүрегінен өшіріп тастаған. Мен де бүгін бұл қызметімнен кетем, жұмыстан шығам. Сізді күнде көріп жүргім келмейді. Осы кезде қыз жылай бастады. Осы уақытқа дейін әкем болса, маған асқар тау болар еді. Оны бір көрсем, арманым болмайтын еді. Басқа балалар әкесінің қолынан ұстап бара жатса, қызығатын едім. Енді әке дегенде арманым жоқ. Сізді әкенің жанында өмірім қор болмай, анам бір өзі тәрбиелегеніне шүкір. Білесіз бе, мен түнімен ұйықтаған жоқпын. Бірақ міне айтам дегенімнің бәрін айтып болдым. Енді қош бол. Мына жерде қала алмайды екенмін. Осылайша жұмыстан шығу жөнінде арызын алып, кабинетінен шығып бара жатты. Сәлімнің басы айналып жүрегі көтерілді. Енді білді, енді түсінді. Баяғы бұл барып жүрген Балзия неге есіне түскені? Алла, мына қыз анасынан аумайды ғой. Оның жүзін көріп, Балзия еске оралған екен ау. Сәлім басы айналып тұрса да, орнынан тұрып, дәлізге қарай жүрді. Ұзын коридорға шықты да, гүрс ете қалды. Дәл осы кезде оның бағына қарай кіші қызы Сәлімнің тәтесі екеуі үйлеріне алып кетуге келіп еді. Қайтадан абдырап жүріп жедел жәрдем шақыртып ауруханаға түсті. Қарттар үйіндегі 3 айдың ішінде Сәлім бүкіл өмірін електен өткізген еді. Ауруханадан шыққан соң қыздың үйінде әйеліне айғаншаға бағыштап Құран оқытты. Баласы да келді, бірақ әкесіне ләм-мим деп тіл қатпады. Адамдар тарқап жатқанда Құран оқыған молда: «Ақсақал, біздің мешіт осы үйге жақын орналасқан. Егер Құдай қалап ниеттенсеңіз, жамағатпен бірге намазға тұрыңыз, келіңіз. Алла сіздерге жар болсын» деп шығып кетті. Ертесіне Сәлім таң намазы уақытында азан шақырған дауыстан оянды. Дәретін алып мешітке қарай аяңдады. Бисмилладан басқа бірде-бір мұсылманшылығын білмесе де қатарға тұрды. Сол бойымен таң намазы аяқталып, Құран оқыла бастағаннан бойы бір мұздап, бір ұйып, бір кезде ағылда тегіл егіліп жылай берді. Ол бар күнәсінен арылып жатқандай Құдайдан кешірім сұрап, жалбарына берді. Осылайша басын иіп, бүк түскен күйі жан тәсілім еткен еді. Алла өзі кең, өзі шебер ғой, пендесін осылай кешіргенде. Дегенмен 5 күн өмірдің қадірін білу әр адамға нәсіп болсын. Осымен әңгімеміз аяқталды. Егер аудио әңгімем ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Кіші қызы Сәлімнің тәтесі екеуі үйлеріне алып кетуге келіп еді.
Қайтадан абдырап жүріп жедел жәрдем шақыртып ауруханаға түсті. Қарттар үйіндегі 3 айдың ішінде Сәлім бүкіл өмірін електен өткізген еді. Аллам, осы дүниеде жасағаныңды. Ауруханадан шыққан соң қыздың үйінде әйеліне айғаншаға бағыштап Құран оқытты. Баласы да келді, бірақ әкесіне ләм-мим деп тіл қатпады. Адамдар тарқап жатқанда Құран оқыған молда: «Ақсақал, біздің мешіт осы үйге жақын орналасқан. Егер Құдай қалап ниеттенсеңіз, жамағатпен бірге намазға тұрыңыз, келіңіз. Алла сіздерге жар болсын» деп шығып кетті. Ертесіне Сәлім таң намазы уақытында азан шақырған дауыстан оянды. Дәретін алып мешітке қарай аяңдады. Бисмилладан басқа бірде-бір мұсылманшылығын білмесе де қатарға тұрды. Сол бойымен таң намазы аяқталып, Құран оқыла бастағаннан бойы бір мұздап, бір ұйып, бір кезде ағылда тегіл егіліп жылай берді. Ол бар күнәсінен арылып жатқандай Құдайдан кешірім сұрап, жалбарына берді. Осылайша басын иіп, бүк түскен күйі жан тәсілім еткен еді. Жан тәсілім еткен еді. Алла өзі кең, өзі шебер ғой, пендесін осылай кешіргенде. Дегенмен 5 күн өмірдің қадірін білу, әр адамға әр адамзатқа нәсіп болсын. Осымен әңгімеміз аяқталды. Егер аудио әңгіме ұнаған болса, менің каналыма лайк басып, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер.